Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен алмадан өте оңай жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Видеоны көрмес алдын менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен алмамызды чоркамыздан өткізіп аламыз. Құрметті аналар, сіздердің балаларыңыз алманы жегісі келмейтін болса, дәл осы пирогты жасап беретін болсаңыздар, түк қалдырмай жеп қояды. Келесі бізде 1 стакан ұн, 1 стакан құмшекер және 1 стакан манный крупа қажет. Барлығын бірге араластырып аламыз. Енді формамызды жақсылап майлап аламыз. Келесі біз дайын болған массамызды достар осылай бір келкі етіп, бір слой етіп орналастырып шығуымыз қажет. Оның үстінен алмамызды бір слой етіп орналастырып шығамыз. Қасығымыздың көмегімен осылай жайып шығамыз. Оның үстінен осылай біздің дайын массамызды сеуіп шығамыз. Және қалған барлық алмаларымызды салып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Қалған бөлігін бетіне сеуіп, жайып шығамыз. Енді үстінен 100 грамм сары майымызды теркамыздан осылай бетіне қойып шығамыз. Алдын ала міндетті түрде қызып тұрған пешімізде 200 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Бізде 40 минут өтті достар. Осылай қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Бетіне осылай сахарный пудраны сеуіп шығамыз. Және өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бүгін осылай кивименен әсемдеп шықтым. Осымен достар, біздің өте дәмді, өте керемет, жұмсақ болып шығатын алмадан жасалатын 3 стакана деген пирогымыз дайын. Менімен бірге сіздерден міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар.